Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы ұлы даланың дана философы Аль-Фараби. Сабағымыздың мақсаты Аль-Фарабидің өмірі мен тарихтағы орнын, еңбек жолын, ғұламаның жан-жақты ерекше тұлға болғандығын түсіндіре отырып, білім алушыларды ғылымды сүюге және ұлт жандылыққа тәрбиелеу. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, деп Абу Насыр Аль-Фараби айтып кеткендей, тәрбиесіз алған білім білім емес екендігін ойларыңа түйіп жүргендерің жөн. Тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында ұлы дала Аль-Фараби мен Яссауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді. Дей отыра, тарихи сананы жаңғырту үшін ең алдымен ұлт қаһармандарын үлгі тұтуға, олардың өнегелі өмірі мен артына қалдырған құнды еңбектерін елге, әсіресе жас ұрпаққа кеңінен насихаттауды тапсырған болатын. Қазіргі дүниені неғұрлым дұрыс танып білу үшін, жақсы өмірдің дұрыс жолын таңдай білу үшін және жаңа мыңжылдықта білімді, тәрбиені, адамгершілікті, ізгілікті дамыту үшін біз әр уақытта, әр дәуірде өзімізге дейінгі өткен идеялар мен қағидаларға сүйенгеніміз жөн. Оларды данышпан ойшылдардың еңбектерінен ғана кездестіруге болады. Сондай құнды мұралардың иесі қазақ топырағынан шыққан жан-жақты және ғұлама ғалым Аль-Фараби. Фарабтық тіркесімен танылған 33 ғұламаның бастауында тұрған өркениет шырақшысы Әбу Насыр Әл-Фараби. Толық есімі Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед Тархан ибн Узлах Әл-Фараби әт-Түрки. Азан шақыртып қойған аты Мұхаммед. Туылған және қайтыс болған жылдары Фараби танушылар тарапынан әлі де талас тудыруда. 870-950 жылдар ортақ мәмілеге келген жуық шама. Шығыстың ғұлама ойшылы Отырар аталатын Арыс өзенінің сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге келді. Аль-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір отбасынан шыққаны бізге мәлім. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы 9 ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған екен. Аль-Фараби бала күнінен ғылымға үйір болып өсті. Оның бақытына қарай сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар екен. Парсы, грек тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада бастапқы білім алған соң, Аль-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдадқа аттанады. Аль-Фарабидің дүниетанымның қалыптасуына Мерв мектебінің ғылыми дәстүрлері мен философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырады. Бағдадта Аль-Фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды. Ойлану, толғану, еске түсіру, ой тұжырымдауға талпыну, пайымдау пайда болғанда, оның жалғасы еркіндікке, таңдауға ұласады. Асылында таңдау әрқайсымызда бар екені белгілі. Фараби трактаттарынан да байқайтынымыз сол. Адам баласының парасаты мен ой еркіндігі жазылған тағдыр теориясын бұзып, ізгілікке жету жолында күресе алады. Ал таңдау жасаудың шектелер шекарасы соғыстар мен ашаршылық сияқты қиын кезеңдер. Фараби қиялындағы қайырымды ғалам мен ізгілікке жету идеясы, зұлымдықты жеңу мен еркін таңдауға мүмкіндік алудың идеясы. Білімге деген құштарлығының арқасында сол уақытта ғылым мен білімнің ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, Нишапур,
Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрікті ғалымдары мен көркем сөз деректерімен танысады. Олардан тәлім тәрбие алады. Әл-Фараби көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмнің ең ірі өкілі. Өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында екінші ұстаз атауына ие болды. 100 мәрте адам баласы тарихын зерттеп жүрген бір оқымыстының қолына Аристотельдің «Даңқ туралы» деген кітабы түседі. Тарихшы кітапты аяғына дейін ақтарып шығады. Кітаптың соңғы бетінен «Мен бұл кітапты 100 мәрте оқып шықтым» деген жазуды көреді. Сөйтсе, мұны жазған Әбу Насыр Әл-Фараби екен. Әбу Насыр ылғи да қолына тастамай Аристотельдің «Физика» аталатын кітабын оқып жүреді. Бір жолдасы, бұл кітапқа неге сонша қадалып қалдың, деп сұрайды. Сонда Әбу Насыр, бұл кітапты 40 мәрте оқып шықтым. Сөйтсе де, тағы оқып шығуым керек. Өйткені әлі толық ұғынып болған жоқпын деп түсіндіреді. Әбу Насыр еш уақытта қолына алған кітапты біріне 2 мәрте оқып қоя салмаған. Мағынасын толық түсінгенінше ерінбей жалықпай оқи берген. Сөйтіп кітапта айтылған жайлардың мағынасына ой жіберіп, жаңа ұғымдардың есігін ашып отырған. Сол есік арқылы өзі ішке кіріп, ғылым әлемінің таңғажайып сырларынан қанған, гүлзарларын шарлаған. Аңыздан ой түйсек, оқудан жалықпайық. Көптеген салаларды жан-жақты зерттеп, мәдениет пен ғылымға жемісті үлес қосты. Ғалым 150-ден астам ғылыми трактаттар жазған. 12-13 ғасырларда оның еңбектері латын және иврит тілдеріне аударылған. Тарихи деректерге үңілсек, 70 жуық тілді білген. Аристотель мен Платон трактаттарын зерттеп, араб тіліне аударған. Мұсылман ренессансы деген сәтсіз атауға ие болған Әл-Фараби сол заманның перзенті бола тұра әлемнің екінші ұстазы. Өзінен 10 ғасыр бұрын христиан фанаттары жойған Платон мен Аристотель еңбектерін Александрия кітапханасымен бірге түгел жойылған жазбаларды қайта жаңғыртты. Бұл тұста Әл-Фараби тек ғылымды жаңа қырынан көрсетуші ғана емес, көне грек жазбаларын араб тіліне аударған өркениет құтқарушысы. Фарабидің философиялық еңбектері де жарық көрген. Медицина саласында Бағдат дәрігерлері оны өздерінің басшысы деп санаса, кейін медицинаның атасы атанған Абу Әли ибн Сина өзін оның шәкіртімін деп есептеген. Әл-Фараби медицинаның міндеті тек адам ауруларының себептерін анықтап қоймай, адамның денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою жағында зерттейді деп көрсеткен. Медицина бойынша жазған ең күрделі шығармасының бірі медицина каноны. Әл-Фарабидің музыка теориясы, музыка өнері, риторика мен поэзия, эстетика проблемалары жайлы көркемдік эстетикалық көзқарастары да аса құнды. Бұларды бүгінгі ұрпақты рухани жағынан тәрбиелеуге, ғылымды дамытуға, мәдени және мәдени ағартушылық жұмыстарын жүргізуге жан-жақты пайдаланған дұрыс. Фарабидің пікірінше, математика адамның білімін тереңдете түседі. Әр басқа ғылым салаларының дамуына тікелей әсерін тигізеді. Оның математикалық трактаттары осы замандағы математика ілімнің негізгі болып табылады. Әл-Фарабидің
шығармашылығында көрнекті орын алатын мәселенің бірі тәрбие мәселесі. Тіпті оқып білім алу, ғылым адам болу мәселесін тәрбиемен тығыз байланыстырады. Философияны үйрену үшін алдын ала нені білу қажет деген еңбегінде ол ғылым үйренуге кіріспекші кісі тәрбиелі, адамгершілігі мол, адал, қулық сұмдықтан және басқа ағат мінез құлықтан аулақ болуы қажет деп түйіндейді. Әл-Фарабидің пікірінше оқу, тәрбие, білім алу, еңбек ету, ғылым адамы болу, адамгершілік және еңбек тәрбиесіне тығыз байланысты. Әл-Фараби ең алғашқы еңбекті, таза еңбекті, адал еңбекті тәрбиенің алғашқы шарты деп. Бауырым қанша сүйгенмен, өтеді өмір күйбеңмен. Шындыққа бастық алаулап, пенделіктен болаулақ. Жататын дайым жаңғырып, бұл ғұмыр емес мәңгілік. Бейопа мына заманда, бақұл боп кетер адамда. Жұрт кілең күйін көп қызық, жіберер зая өткізіп. Қағаздың түсіп бетіне, сызықтай бейне таратылған. Тап болып жігер сарқылған, кездейсоқ өмір өтіне, қайыспай тұрса нар толған. Сонда да беріп кетерміз, жүректің отын молында, арманды асқақ етерміз, біз ұлы мұрат жолында.